İbn Adam hattaun ve hayrul hattaina tawwabun. Бардық адам баласы қата қылушы. Қата қылғандардың ең жақсы қатасын мойнына алып тауба қылғандар. Аз жұмада отырып сапта тауба қылдым деп қойып. Таубаның қабыл болу үшін 3 шарты бар. Біріншісі, мұрдағы қылған күнәлерін тоқтатасың. Темекі тартасың, тоқтатасың тауба қыл. Қабыл болу үшін 3 шарты бар. Біріншісі, мұрдағы қылған күнәлерін тоқтатасың. Темекі тартасың, тоқтатасың тауба қыл. Екінші барбайын деп сөз бересің. Үшіншісі, оша темекі менен, насыбай менен, пиво менен, вино менен өткізген күндеріңе өкінесің. Тобаңның қабыл болған аламаты шу. Бұл Құдай менен сенің араңдағы мәселе. Бенденің арасындағы мәселеде 4-ші шарты бар. Өкіндің. Аялыңа қол көтеріп жүргенсің. Залымдық қылғансың. Тоба қылып бүгіннен баштап зұлым қылбайын. Бүгіннен баштап қол көтербейін. Кешіріп қой, мен иттік қылған екенмін. Жақсы жашайлы. Нөлден баштайлы.